Ассалаумағалейкум қазақ елі. Видеоның түн бетіне жақын ұстап тұрсын ғой деп айыптамаңыздар. Мына дауыс естілсін деп әдейі жақын ұстап тұрмын. Қазір қалада келе жатырмын да, мысалы жұмысым бойынша. Бір жерге кіріп бір шай тамақ ішейін десең, барлығы не басқа бір ұлттікі, не басқа бір адам, жаңағыдай ненікі. Бір қазақтың жөнді өзіміздің тамақтанатын, тағамданатын орны жоқ. Бар болғанмен де не ресторандар, немесе сондай бір үлкен орындар. Барлық жақта бізде жаңағындай басқа жаңағындай елдің адамдары өздерінің нелерін салып алған, кафе ресторандарын салып алған. Бізде өзіміздің ұлттық жаңағы немізді, құндылықтарымызды көтеруіміз керекпіз ғой. Енді тек ой өрнекпен не салмасақ та, безендірілген кафе ресторандар ашпасақ та, өзіміздің қазақ бауырларымыздың жаңағындай қазақи өзіміздің тамақтанатын тағам орындарын ашу керек қой. Енді қанағат деген қанағат деген сияқтылар болмаса, істейтін шаруа көп, жетеді. СССР-дан кейін тамақ демекші, мен айтайын деген ағайындар, мына узбекский плов деген айтуды қойыңдаршы, айналайын. Кеше мен бір видео көрдім. Видеоны көрмесем де мысал ретінде айтайын. Мысалы индустар да мысалы күріш пісіреді, користер де күріш пісіреді, әрімден кейін қайта узбекский плов деп содан штамповать етіп ары қарай жібере бермеңіздерші. Мен оны қызғанып тұрған жоқпын, ағайын. Тараздың жігіттері палауды қалай мықты жасайды, Шымкенттің жігіттері палауды қалай мықты жасайды. Сол сияқты өзіміздің атымнан кәдімгі сол палауды басыңыздар деп, өзіміздің атымыздан соны жіберіңіздер, жасаңыздар соны. Міндетті түрде өзбекский емес. Онсыз да өзбек ағайындар жарады. Жан жақта қазір Алматының өзінде қай жаққа бармасаң да өзбекский плов, плов по-бухарский деген, плов по-ташкентский сол сияқты жеп жатыр. Сондықтан жігіттер, ағайындар, ұлттық құндылықтарымызды сақтай отырып, өзіміздің ұлттық жаңағындай өнімдерімізді көбейтейік, соны дамытайық. Сол жаныма батқаны сол. Ақырын тағы да видеоларымда өзім жаңалықтарыммен бөлісе отырамын. Өзіміздің ойымызды тағы да айта отырмыз. Жақсы.